Уралхан Бөкей. Тортай мінер Ақбозат. Әңгімеден үзінді. Жайлаудың жадыраған ашық күндерінің бірінде Тортайға еріп, бұзау бағуға шықтым. Менікі еріккеннің ермегі сықыл деді. Таш шоқының ұшар басына дейін бұзауларды өргізіп бардық та еркіне қоя бердік. Өйткені 4 аяқты мал бұл жерден ұзап ешқайда кет алмайтын. Биіктеген сайын қалың бараға орман таусылып, таудың таз төбесі басталатын. Заңғар таудың төбесінде үнемі суық жел соғып тұратындықтан ағаш болмайды. Және шөпте бойлап қалың өспейтін тақыр. Жаздың күндері үнемі сезіміңді сергітер майда леп есіп тұрар еді. Ал шоқылар өркеш-өркеш болып, көк күмбезіне найзадай кіріп, ұшпалана қол бұлғайтын. Қыздың жиған жүгіндей тай-тай, тең-тең жақпар тастың ара-арасына тас сарымсақ өсет. Тортай екеуміз тырмысып, қол аяғымызды жаралай, сол биікке шығып, сарымсақ жұлып жегенбіз. Бұл тұстан таудың балаға ой етек алақандағыдай көрінеді. Сонау шатқалда Алтайдың шолпысындай мың бұралып, ағараң қағып, бұқтырма өзені күмістене ағады. Ал біздің туған ауылымыз көкжалқақ мұнар пердесіне тұмшаланып, тек нобайы ғана сүлделенеді. Қына басқан тасқа құлап кетердей атша мініп отырған Тортай, анау көк мұнар дүниеге бірдеңесін жоғалтып алғандай, көзін сығырайтып, ұзақ қарадай. Сонсоң, шығыс жақты нұсқап, ереуілдеп сөйлей жөнелетін. «Ей!» дейтін маған, танауы делдейіп. «Егер осы тұрған жерімізден тұп-тура шығысқа жаяу тартып кетсек, қайда барар едік? Білемісің?» Мен иығымды көтерем. Білмейсің. Монғолиядан бір-ақ шығар едік. Сен болмасаң, мен жүре беруден әсте шаршамаста, қорықпаста едім. Рас айтамын, Монғолияға барар едік. Бізді, қазақтар келді деп, құшақ жая қарсы алар еді. Әппақ киіз үйге кіргізіп, тай сойып, қонақ қылар еді. Бозбиенің сүтіне шомылдырып, алдымызға астау-астау жал жая қояр еді. Ішеріміз алдымызда, ішпесіміз артымызда, қымызға қызыңқырап, шәнейіп жатқанда, Ағотаудың есігін ептеп ашып, ай мен күндей қос ару кірсе. Әттең, дүнияй, армансыз күліп ойнасақ. Содан соң, екеумізге екі ақбозат мінгізіп, әлгі екі сұлу қызды алдымызға өңгеріп, елге қайтсақ. Алдымыздан ферманың бүкіл сиыры, бұзауы, түйесі, барлық адамдары қақ жарылып қарсы алып, шулап соңымыздан ерсе. Әттең дүнияй, мұндай рахаттан кейін өліп-ақ кетсең, не арман? Тортай көзі жайнап, астындағы жақпар тасты тебініп қалғанда, арғы жағындағы шатқалдан құлап кетеді екен деп, зәре құтым қалмайды. Ақбозат демекші, түнде түсімде көк-өгізім арғымақ болып, жер тарпып кісінеп тұр. «О несі екен?» деп, бұзауларымен бірге қаперсіз оттап жүрген өгізіне күн сап қарады. «Тортай, сен түбі сол ақбозатқа мінесің?» дедім мен, шын көңіліммен. «Қайдам?» деді, ол тастан тасқа секіріп, төменге түсіп бара жатып. «Қайдан білейін? Әкем марқұмның тақымы қотыр тайға тимей кетіп еді. Қайдан білейін?» Күз жақындап, фермадағы барлық бала жайлаудан ауылға оқуға аттанғанда, тау басында бұзау бағып, жападан жалғыз Тортай ғана қалған. Әрине, мен оны қимадым, қиналдым. Өзіммен бірге ала кететін шаманың жоқтығына жыным келді. Кетерімде ол маған ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты. «Мен үшін де оқы. Бәлкім,
мен мін алмаған ақ бозатқа сен мінерсің. Сенің өз ақ бозатың бар емес пе? Жоқ. Менің маңдайыма көк өгіз жазылған. Онда мен өз ақ бозатымды саған сыйға тартамын. Содан бері көп жылдар өтті. Мен Тортайды да, ақ бозатты да әлде қашан ұмытқанмын. Бір рет ауылға барғанымда азаматтар сөз қылып отыр екен. Тортай үйленбек болып, ішкері жақтан жуастау бір қызға сөйлеседі. Сонда қыз: жеке басыңды қорламаймын, мен көндім, бірақ жаман жақсы болса да әке шешем бар, солардың ықыласынсыз кет алмаймын, өзің алдарынан өтіп қайт деген екен. Содан Тортай атына міне шауып, қыздың үйіне барады. Сәлем алысқан соң, қалыңдықтың әкесі: кімнің баласысың, шырақ, деп жөн сұрағанда, құлағының мүкісі бар Тортай ұқпай қалып: малдан келдім, ата, деп қойып қалса керек. Ха, шал, саңырауға қызымды бермеймін деп, ит қосып қуып салыпты. Елге енді бір рет барғанымда естідім. Тортай үйленген, 2-3 баласы бар, қой бағады екен. Былтыр жазда демалыс алып, ауылға тағы бардым. Әкемнің 4 бөлмелі бау-бақшалы үйінде еркін сайрандап, тойып жеп, тасыраңдап жүрмін. Шешем бәйек болып: не ішесің, не жейсің құлыным, дейді, зыр жүгіріп. Түске жақын жұп-жұмсақ диванның үстінде шалқамнан түсіп, серейіп, газет оқып жатыр едім. Алдыңғы бөлменің есігі әндетіп ашылды да, әлдегім кіргендей болды. Көрші қолаңның бірі шығар деп, аса мән бере қойғаным жоқ. Әйтеуір шешеммен сөйлесіп отырды. Әңгіме күңгірлеп, еміс-еміс естіле берген соң, есіме баяғы бір қоңыр үн түсіп, еріксіз құлағымды түрдім. Келген Тортай екен. Тәте, айып етпеңіз, әншейін Орашқа амандасайын деп, өзімсініп келіп едім. Ол ұйықтап жатыр, деді шешем. Оятпай-ақ қоялық. Төрге шық, отыр. Жоқ, о не дегеніңіз, тәте? Рахмет, маған осы босағада жетеді. Әншейін Ораш келді деген соң амандасайын деп, баяғыда бала кезде бір көстік. Талай рет бұзау жайып едік. Енді міне, елге танылған азамат болды. Айып етпеңіз, мен қазір кетемін, тәте. Ораш келді деген соң, жалғыз ұлың ғой. Құдай қуат берсін. Бізді қойш. Біз ондай үлкен кісілердің садағасымыз ғой. Рахмет, тәте. Рахмет, төрге шықпай-ақ қояйын. Осы жерде отырып-ақ тамақ ауыз тиейін. Осы құрғырды жақпаса да, баз-базында ішіп қоятыным бар. Ал тәте, Орашың аман жүрсін, атағы аспандай берсін. Қол қойдырып алайын деп, мына кітабын қойныма тығып келіп едім. Тағы да соғармын. Малдан қол тие бермейді. Қыстай жемдеген торатты управляющий алып қойған. Тәте, мың салса бір баспайтын тағы бір тырақсын берді. Саған осы да жетет. Торатты озат шопан мінет, дейді. Ал, кеттім. Рахмет, тәте. Келді, кетті деп сөге жамандамаңыз. Әншейін Ораш келді деген соң, үлкен кісі ғой. Бірге өскен, сәлем берейін деп, мен келді деп, тіпті айтпаңызшы, тәте. Ұят болар. Ал, сау болыңыз. Рахмет. Итіңдеп баяғы өзіңіз білетін, салық салғанға жеткенше түн ортасы болар. Өзіңіз білесіз. Салық салған алыс. Өте алыс. Монғолияның бер жағында. Мен сұлап жатқан орнымнан белім кеткендей тұра алмадым. Шынымды айтсам, ұялдым. Тортайдан ұялдым. Батылым бармады. Бет жүзім шыдамады. Сонда ғана менің есіме баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталатын ертектің
қалай аяқталары оралды. Осылай аяқталады екен ғой, осылай. Тортай мінер ақбозат, менің тақымымда кеткенде еді. Иесіне қайтаруға